Саламатсыздар ма? Осындай қалдық жіптерден қарапайым резинканы әдемілеп сәндейміз. Ол үшін резинкамызге сәл сәйкес түсті жіпті алып аламыз. Бірінші воздушный петля жасаймыз. Оны мына резинканың ішінен шығардық. Мына ұшын осылай арасына жасырып кетеміз. Столбик без накидамен резинканы қаптап шығамыз. Осылай бір қатар столбик без накидамен жасап шығамыз. Мынамен біріктіріп, қатардың басымен біріктірдік те 1, 2, 3 воздушный петля жоғары көтердік. Енді әр петляға 2 столбик с одним накидом тағып шығамыз. Бұл екінші қатарымызда алдыңғы бірінші қатардың әрбір столбигіне 2 столбик с одним накидом тағып отырмыз. Бұл екінші. Енді мына столбикке бірінші және екінші. Тағы да келесіге бірінші және екінші. Мынаған бірінші, екінші. Келесіге бірінші және екінші. Келесіге бірінші және екінші. Тағы келесіге бірінші және екінші. Сосын мына жердегі ұштағы петляға соединительный петля жасаймыз. Мына жер толықтай жабылуы міндетті емес, егер түсіңіз сәйкес келсе. Мына резинканы тартып реттеп жүрсеңіз болады. Осылай әр столбик без накидаға 2 столбик с накидом тоқу арқылы осындай желбір пайда болады. Келесі қатар тағы осындай бір қатар желбір жасаймыз. 1, 2, 3 воздушный петля подъема. Бұл біздің бірінші, екінші, үшінші қатарымыз. 1 столбикке 2 петля, 1 столбикке 1 петля. 1 столбикке 1 және екінші дәл осы столбикке. Келесіге 1 столбик. Келесіге 2 столбик. 1, 2. Мынаған 2, мынаған 1, мынаған 2, келесіге 1. Осылай кезектестіреміз. Мынаған 2. Бір, екі, келесіге 1. Келесіге 2. Және соңғысына 1. Осылай болды. Міне қарап тұрсаңыздар, өзі әдемі болып, осылай ерек болып шықты тоқымамыз. Енді осының жиегін сәндеу үшін басқа түсті жіп қолдануға болады. Екі жіпті байладым. Және осы екеуінің ұшын қазір арасына тоқып жібереміз. 1 воздушная петля. Келесі әр петляға жай ғана 1 столбик без накида тоқып шығамыз. Мына екі ұшын осылай арасына жасырып кетеміз.
осындай әдемі резинка пайда болды. Резинкамыз жақсы созылады, жиналады, жиегі әдемі. Осылай өздеріңіз жасап алсаңыздар болады. Біздің каналымызға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Соңына дейін видеоны көргендеріңізге рахмет.